Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз тауық етін қаймақты соусты дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге 300 грамдай тауық еті, 200 грамдай қаймақ және біз бір жуаны кесіп аламыз турап. Одан кейін қаймағымызды алып, онда 2 шай қасық томат пастасын салып араластырамыз. Приправа саламыз. Менде хмели сунели деген мен ең сүйікті приправам. Осыны салып араластырамыз. Кішкене тұз салып. Алпыс грамдай ұнды салып араластырамыз. Түйіршік болмау үшін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді табамызды қыздырып, онда сұйық майын құйып, жуамызды қуырып аламыз. 1-2 минут қуырғаннан соң біз тауық етін салып, араластырып, тағы да 3 минут қуырамыз. Біздің соусымызды үстіне құйып, барлығын біріктіреміз. Өйткені біздің ұнымыз жақсы пісу керек. Соңында 1 стакан суымызды құйып, крышкасын жауып 7 минут бұқтырамыз барлығын. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Оны неше түрлі гарнирлармен қоюға болады. Күрішпен, картоппен, үстінен жуамен әрледім. Өте дәмді болды. Еті жұп-жұмсақ балғын. Сіздерге дайындауға кеңес етемін.